Кішкентай ғана жүректің қалай қатты соғатынын, оның кеудесіне сыймай, сыртқа атылып шығардай болатынын сезініп көрдіңіз бе? 5 жасар бала үшін әлем тек мейірім мен ертегіден тұруы керек қой. Бірақ кейде сол ертегі емес, нағыз қорқынышты түстің ортасында оянуға тура келеді. Бұл тағдырдың соққысын тым ерте татқан, жаны жаралы кішкентай қыздың хикаясы. Үйдегі ауа. Ол ауада арзан арақтың сасық иісімен алдағы болатын жанжалдың суық табы сезіледі. Есік тарсы ашылып табалдырықтан әкесі аттады. Оның аяғы нық емес, көздері бұлдыраған. Төрге барып қисай кеткен ол, таусылмайтын, мағынасыз бір сарында мылжыңын бастады. Өткен кеткенді айтып, әлдекімдерге ренжіп, өзінше билік айтқан болады. Осы сәтте анасының шыдамы таусылды. Оның мінезі де оңып тұрған жоқты. Жүйкесі жұқарған әйел бірден лап ете қалды. Тағы ішіп келдің бе? Осы сенің ішпеген күнің бар ма? Құрышы көзіме көрінбей, деп айғайға басты. Үйдің іші азан-қазан. Ыдыс-аяқтың сыңғыры, еркектің күңкілі мен әйелдің ащы дауысы араласып кетті. Осы бір соғыс алаңының қақ ортасында, бұрыштағы ескі диванның тасасында 5 жасар қыз бала отыр. Ол кішкентай қолдарымен құлағын басып алған. Бірақ айғай құлақтан емес, тура жүректің түбінен шығып жатқандай. Кенет анасы қызға бұрылды. Көздерінен от шашырап, ашудан булығып тұр. Бар, әкеңнің бауырларын шақырып кел. Көрсін мына масқараны. Алып кетсін мына масты. Деп ақырды. Қыз сыртқа қарады. Терезе сыртында тас қараңғы түн. Көшедегі жалғыз жарым шамдардың жарығы қорқынышты көлеңкелерді тудырып тұр. Мама, дала түн ғой. Мен қорқамын. Деді қыз дауысы дірілдеп. Көз жасы бетін жуып кетті. Қорықсаң қайтейін? Бар дедім бе, бар. Кет үйден. Әкелмесең қайтып келме. Деп анасы оны иығынан жұлқылап есікке қарай итеріп жіберді. 5 жасар бала суық көшеге жалғыз шықты. Аяғында жеңіл киім, жүрегінде шексіз қорқыныш. Ол қараңғылықтан емес, үйіндегі сол тозақтан көбірек қорқатын еді. Жүгіріп келеді. Әрбір бұтаның тасасында біреу тұрғандай, әрбір дыбыс артынан қуып келе жатқандай. Демігіп өкпесі өшіп әкесінің ағаларының үйіне жетті. Аға, ағатай. Мамам шақырып жатыр. Көмектесіңізші. Деп еңкілдеп жылап жіберді. Ағасы аң-таң. Түн жарымда мұндай кішкентай қыздың жалғыз келуі жақсылықтың нышаны емес. Ол қызды ертіп тездетіп үйге оралды. Олар табалдырықтан аттағанда қыз мүлдем басқа көрініске куә болды. Анасы жерде отыр. Шашы қобыраған, көзінен жасы ағып, үсті басын ретке келтірмеген күйі еңіреп жылап отыр. Ағасын көре сала. Қараңызшы. Мынау мені ұрды. Тепті. Басымнан ұрды, қабырғамды сындырды. Деп өтірікті судай сапырды. Қыз тұрып қалды. Ол бәрін көрді ғой. Әкесі тек мас болып мылжыңдады, анасы өзі айғайлап өзі ұрыс бастады. Әкесі оған қол да тигізген жоқ еді. Неге мамам өтірік айтады? Деген сұрақ кішкентай миын торлап алды. Сол кезде анасы қызға жалт қарады. Оның жанарындағы сұстылық қызды тітіркендіріп жіберді. Рас қой, иә. Мана әкең мені қалай ұрғанын айтшы. Рас қой, деп айғайлады. Қыз үндемей тұрып қалды. Ол өтірік айтқысы келмеді. Бірақ анасының қаһарынан, тағы да түн ішіне қуып жіберуінен қорықты. Иә, деді ол басын төмен салып әрен естілетін дауыспен. Осы сәтте қыздың ішінде бір нәрсе үзілгендей болды. Ол үлкендердің әлеміндегі бірінші үлкен өтіріктің куәгері ғана емес, сыбайласы да болды. Ертесіне таң атты. Күн шуағы бөлмеге енгенде, кешегі сұмдықтың ізі де қалмағандай. Әкесі де, шешесі де ештеңе болмағандай, үстел басында шай ішіп отыр. Әкесі басы ауырып, аздап қысылып отырса, шешесі оған жайбарақат шай құйып беріп, кешегі болған жайды мүлдем ұмытып кеткендей. Күледі, сөйлейді. Байғұс қыз бұрышта отырып осы көрініске қарап тұрды. Ол түсінбеді. Түсіне де алмады.
Үлкендердің мұндай ақымақ, мұндай мағынасыз тірлігі оның кішкентай жүрегіне ауыр жүк болды. Кеше ғана бір-бірін жек көріп, өтірік айтып, баланы түн ішінде көшеге қуған адамдар қалайша ештеңе болмағандай отыра береді. Оның көкірегінде алай-дүлей сезім. Өкпе ме? Қорқыныш па? Әлде үлкендерге деген жиіркеніш пе? Ол өзін алданғандай, өзін сатылғандай сезінді. Сол күннен бастап 5 жасар қыздың өмірі өзгерді. Ол енді қуыршақпен ойнауды, ертегі тыңдауды армандамайтын. Оның күнделікті, жалғыз ғана тілегі болды. Ол кеш батқан сайын, күн ұясына батарда, іштей күбірлеп, Тәңірден жалбарынып сұрайтын. Құдай қаласа, бүгін әкем ішпесе екен. Мамам айғайламаса екен. Бүгін түн тыныш болса екен. Бұл 5 жасар баланың дұғасы еді. Бірақ бұл дұғаның артында бүтін бір тағдырдың сынығы, ерте сөнген балалықтың мұңы жатыр еді. Ол қыз есейді, бірақ сол қараңғы түн мен анасының суық өтірігі оның жанында өшпес таңба болып қалып қойды.